Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте әдемі маффиндерді дайындайтын боламыз. Бұл маффиндерді міндетті түрде үйіңіздегілерге жасап қуантыңыздар. Себебі бұл маффинге құрамына керекті заттар әрбір үйден табылады. Біз маффиндерді жасау үшін алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқадан кейін қантымызды салып, екеуін бірге миксермен араластырамыз. Егер сіздерде миксер болмаса, қол венчигімен араластыруға болады. Ол кезде қант ерігенше араластыру керек. Міне осындай аппақ масса болғанша араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, екеуін бірге бір айналдырып аламыз. Көп айналдыру қажет емес. Міне осындай аппақ әдемі масса пайда болады. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйып, жақсылап біріккенше барлық жерін әдемілеп араластырып аламыз. Бөлек ыдыста онымен қопсытқышымызды араластырамыз. Сосын барып дайын тұрған массамызға қосамыз. Бәрін бірден қосып жіберуге болмайды. 3-ке, 4-ке бөліп қосу керек. Араластырған кезде бірден миксерді қоспаймыз. Жайлап бірінші қолмен осылай араластырып аламыз. Барлық жан-жағындағыларды түсіріп, оның бәрін қосып. Содан кейін барып, миксерімізді қосып, миксермен араластырамыз. Бір қалыпты әдемі қамырға айналғанша бүкіл ұндарымыз бәрі біріккенше жақсылап араластырамыз. Сосын силиконды лопатамен жан-жағын түсіріп, тағы бір араластырып алып, дайын формамызды майлап, соларға құямыз. Егер мынандай силиконды форма болса, бұларды майлау қажет емес. Міне менде осындай формалар, осыларға құйып, міне дайындап алдым. Енді печкаға салып пісіремін. Мінекей біздің маффиндеріміз дайын, өте әдемі, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер.